Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге свекладан жасалған икра салатын мен сіздерге бөлісетін боламын. Өте тойымды салаттардың бірі, және де қазіргі таңда жеуге арналған салаттардың бірі. Ең алдымен сіздерге керекті рецепттерін қазір бөлісетін боламын. Бізге керек заттар, осы тұрған заттар барлығын жуып, мен сіздерге осылай дайындап көрсетіп отырмын. Бізге керек заттар, яғни бізге сұйық май керек, осындай жарты кесе, және де осындай чеснок, және де осындай сладкий перец керек болады, және де бізге осындай морковь керек болады 4 штук, және де бізге осындай помидор керек болады 6 штук, және де бізге перец керек болады. Бізде перец жарты килограмм, міне көріп тұрғандарыңыздай осыншама 10 шақты перец бар. Және де бізге свекло керек болады. Бізде свекло көп мөлшерде болу керек. Менде свекло үй жағдайындағы домашний қызылша болғандықтан осындай үлкен көлемді болып тұр. Яғни бұл 3 килограмм менде. 3 килограмм бізде свекло қосатын боласыздар. Ішіне қосатын заттардан осы свеклолар молырақ болу керек. Осылардың барлығын осындай үй жағдайында блендерден барлығын түгел өткізіп аласыздар. Дәл осылай ыдысында тұрған күйінде барлығын осылай өткізіп аласыздар. Үйіңізде мышеловка или мысалы басқа да заттар болатын болса, осылай бәрін уақыттап өткізіп алсаңыздар болады. Міне енді кезекте мен барлығын осылай турап алып, барлығын осылай блендерге салып, қазір мен осы блендерден өткізетін боламын. Және де арасына осы сладкий перец, чесноктарды қосып жіберемін. Себебі оларды дара өзіңіз істей алмайсыз. Міне көріп тұрғандарыңызда осындай болды. Міне барлығын дәл осылай өткізіп аласыздар, дайындап. Міне көріп тұрғандарыңыздай міне осыншама мөлшерде болды. Міне менде свекло. Енді кезекте осының барлығын осындай үлкен табақшамызға астына бірінші сұйық майымызды құйып, қалғандарын рет-ретімен сала бересіздер. Разница жоқ, қалай салсаңыздар да. Және де сіздерге айта кетейін, 2 штук жуаны алып, тағы да тоже осындай блендерден немесе мышеловкадан өткізіп салып жіберіңіздер. Мен алдында сіздерге көрсетуді ұмытып кеттім. Міне осылай қосып жібересіз, яғни бұл тамаққа дәм келтіру үшін салатқа. Осылай помидорды саламын, одан кейін осы переціңізді саласыз, морковіңізді саласыз, және де свекломды осылай саламын. Барлығын салып, жақсылап, қазір тұзын, бұрышын дәл осы кезде барлығын салып алатын боламыз. Және де айта кетейін, менде мұнда кастрюльме симантты мен үлкен қазанға салдым. Себебі бұл енді қанша деген бұрқылдап қайнатып болғаннан төгілмеу мақсатында осылай мен барлығын ауыстырып алдым. Қазір бірінші салып алдым. Менде осыншама мөлшерде көп болып кетті. Яғни кастрюль менде кішкентай болып қалды. Міне ауызбен толып тұрды. Осылай қазанға ауыстырып алдым. Енді кезекте барлығын жақсылап осылай араластырып аласыздар, барлығын дұрыстап. Одан кейін осындай 1 ас қасық тұз және де 2 ас қасық секер саласы. Яғни мысалы сізде көлемі көп болатын болса, 2 ас қасық тұз салатын болсаңызда, онда 4 ас қасық секер саласы. Секері одан көбірек болу керек. 1 ас қасық көбірек болу керек. Және де ары қарай бұрышын салдым осылай көлеміне қарай. Одан кейін тағы да бір араластырып жібересіздер де барлығын. Яғни отқа қоятын боласыздар. Отқа қойғанда асты деген басында барына шығарып қоясыздар. Одан кейін орташа отта, қазір сіздерге көрсететін боламын, сол отта 1 сағатқа қайнатып аласыздар. Араластырып отырасыздар. Дәм тағы да қарайсыздар, дәмі кішкентай тәттілеу, енді қышқылдау болмаса, онда тағы да манағынан қайталап жасайтын боласыздар. Міне, менде уже дайын, уже менде бұрқылдап уже қайнап жатыр. Менде салатын көп болғандықтан, осындай жартысын мен яғни банкіге жауып тастайтын боламын. Яғни банкімді уже сірілдеп дайындап жатырмын. менде уже дайын, енді кезекте ары қарай банкіме салып жауып тастайтын боламын. Міне достар, осылай жасау жолы осындай, өте оңай, барлығын блендерден өткізіп осылай жасайсыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, өте тойымды салат, нанмен қосып жеуге керемет кетеді. Видеоны лайк басып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.